Қасқырлар қолға үйренбейтін жабайы жыртқыш. Олар өздерінің жыртқыштығымен және агрессивті мінезімен танымал. Олармен жүзбе-жүз кездескен кез келген адамның қорқыныштан денесі дірілдейді. Алайда бұл қасқыр басқаларына мүлдем ұқсамайды. Ол өзіне құрметсіз қарағандарды кешіре бермейтінімен, жалпы адамдарға құрметпен қарайды, әсіресе Даниэль есімді қызға. Бұл қасқыр Колорадоның жабайы табиғатындағы қасқырларға арналған қорықта өмір сүреді. Бұл қасқырда басқа қорық тұрғындары секілді жабайы табиғатта өмір сүре алмайды. Сондықтан да қасқырдың осы қорық қызметкері Даниэльмен қатынасы ерекше. Жыртқыш қасқырдың қалай қыз баласымен ойнап жатқанын көргенде көп адамдар тілін жұтып қоя жаздайды. Әсіресе қасқырдың Даниэльден қаншалықты үлкен екенін көргенде. Бұдан бөлек онда тағы бір Сакура есімді қасқыр бар. Ол да кейде қызбен ойнау үшін оған жақындап тұрады. Екі қасқырдың да бойынан ешқандай жыртқыштық сезім сезілмейді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге оқиғалар.